Сәлеметсіздер ма? Мен Сатқанбай Рахия Нәдірбайқызы, кәсіби өңірі болашақ колледжінің арнайы пән оқытушысы. Сәулеттік материал тану пәні тақырыбы табиғи тас материалдары жөнінде жалпы мәліметтер. Республиканың халық шаруашылығын дамытуда минералды кен байлықтарды іздестіру және оларды қазіргі жаңа технологиямен өңдеу өте маңызды мәселе болып табылады. Табиғи тастарда ағаш, металл сияқты құрылыс материалдарының көне түріне жатады. Енді тау жыныстарының шығу тегі мен жіктелуін келтірдім. Тау жыныстарының геологиялық нысандары бойынша ол 3 топқа бөлінеді. Бірінші магмалы, яғни атылып шығатын магмалы немесе бастапқы тау жыныстары. Екінші шөгінді немесе екінші кезектегі тау жыныстары. Үшінші метаморфтық тау жыныстары. Табиғи тастар жеткілікті беріктік пен қаттылыққа ие, сондықтан адамзат тастарды тұрғын үй салғанда негізгі материал есебінде пайдаланып жүр. Тау жыныстарын әдетте құрылыс материалы есебінде көбіне табиғи құм, қиыршық тас және тағы басқалар, немесе механикалық жолмен өңделген түрде, сондай-ақ арнайы технологиялық процестермен өңделген өнім ретінде қолданады. Тұтқыр, керамика, шыны, тағы басқалар. Енді табиғи тас материалдары тау жыныстарының механикалық өңделуі. Қалай өңделеді? Бөлу, аралау, тегістеу, жылтырату, уақыттау нәтижесінде пайда болады. Бұл ретте олар бастапқы тау жыныстарын сақтап қалады және ғимаратты әрлеу, жол төсеу және тағы басқалар үшін қолданылады. Тау жыныстары құрылыста өте кең қолданылады. Табиғи тастар әшекейлеу мен қаптамалы мақсаттан басқа қабырғалық блоктар ретінде, қырланған, көшеге төселген тастар, сәулеттік ескерткіштер, мәнерлі, кестелі оюлар, бұйымдар жасауда, бетондарда толтырғыш ретінде қолданылады. Енді халықаралық нарықтық жағдайда тау жыныстарынан алынған сәндік тастар мен бұйымдарға сұраныс өте үлкен. Сондай-ақ табиғи тастар Қазақстанның бірқатар аймақтарында ең басты жергілікті құрылыс материалдары болып табылады. Ал табиғи тастар әсіресе индустриялы сұраныс материалдары мен технологиялық жабдықтарды жеткізу өте қиын болатын таулы аудандарда басты құрылыс материалдары ретінде қолданылады. Өңдеу түрі бойынша дөрекі өңделген тас материалдары екіге бөлінеді: қатарданалы заттар және профильденген бөлшектер. Енді қатарданалы заттарға блоктар жатады, тақтайлар жатады және бағаналар. Профильденген бөлшектерге бағандар, балясиналар, терезе алды тақтайлары, тағы басқалар жатады. Енді осы табиғи тастардың шикізаты ретінде шағыл, қиыршық тас пен құм, оған ерітінді мен бетон толтырғыштары жатқызылады. Сондай-ақ әктас, бор, доломит пен саз, тұтқыр зат өндіру үшін шикізат ретінде саналады. Базальт, диабаз, андезит пен кварцит қышқылға төзімділігі жоғары және қышқыл ортада жұмыс істейтін конструкцияны қаптау мен қорғау үшін қолданылатын тақтай мен кірпіш жасауда қолданылады. Хирозатил, асбесттен беріктігі, отқа төзімділігі, сілтіге төзімділігі жоғары, асбест цементті өнім, оттан қорғайтын материал алу үшін қолданылады. Дайын материалдар мен өнімдер: қабырға мен фундамент, блок, шойтас, ғимаратты қаптау мен жол салу. Қаптауға тақтайлар жатады, ал жол салуға тас, кеспе тас, бүйірлі тас жатқызылады. Ғимараттың сыртқы қаптауы тығыз және атмосфералық тұрақты түрлерден, әсіресе терең магмалық немесе тығыз әктастардан жасалатын тақтай мен фасондық бөлшектерден жасалады. Бақылау сұрақтары: олардың пайда болу шартына байланысты таулы түрлер классификациясы. Пайда болуын есепке ала отырып, тас материалдарын қолдану саласын атаңыз. Табиғи тас материалдарын өңдеу әдісі жөнінде айтыңыз. Неліктен көптеген түрлерді, мысалы мәрмәр, ірі өнеркәсіп, қала ғимараттарының сыртқы әрлеуінде қолдану ұсынылмайды. Табиғи тас материалының бұзылуының себебі неде және онымен қалай күресуге болады? Тас және қож ерітінділерінің құрылыс
материалдары. Үйге тапсырма Ишуковадан сәулеттік материал тану 29-30 беттер назарларыңызға рахмет. Сондай-ақ мен соңғы жағында осы тау жыныстарының түзілмейтін минералдары және бірнеше анықтамалармен тау жыныстарының түрлерін көрсетіп өттім. Солармен танысып шықсаңдар болады.